оқушылар, жаратылыстану сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өсімдік бөліктері қандай қызмет атқарады. Бүгінгі сабақта сендер өсімдік мүшелерінің қызметімен танысасыңдар. Өсімдік мүшелерінің қызметін сипаттауды үйренесіңдер. Суреттерге назар аударайық. Өсімдік әлемі сан алуан. Онда түрлі өсімдіктер кездеседі. Бірақ барлық өсімдіктердің мүшелері ұқсас болады. Қазір өсімдіктің мүшелерін еске түсірейік. Сонымен өсімдіктің қандай мүшелері болады? Өсімдіктің тамыры бар. Өсімдіктің сабағы болады. Жапырағы, гүлі және жемісі. Осы жемістің ішінде тұқымы пайда болады. Ал енді балалар, мына бейне жазбаға назар аударайық. Дана, сен шөптердің тамырын қалдырып, сабағын ғана жұлып жатырсың ғой. Сіз қалай жұлып жатырсыз? Міне, шөпті тамырымен жұлу керек. Тамыр өсімдіктің жер астындағы бөлігі. Мынау сабағы, мынау жапырағы, ал мынау гүлі. Не себепті шөпті тамырымен жұлу керек? Себебі өсімдіктер тамыр арқылы топырақтан қорек пен ылғал алады. Өсімдіктің өсуіне қажетті заттар тамырына жиналады. Біз еккен сәбіздерге басқа өсімдіктер кедергі келтірмес үшін оларды жұлып тастап жатырмыз. Темірдің астында қалған өсімдіктердің сабағы неге сарғайып кеткен? Өсімдіктерге өсу үшін ылғал, қорек, ауа, жылу, жарық қажет. Өсімдіктердің жапырақтарында хлорофилл деген зат бар. Не дедіңіз? Хлорофилл. Өсімдік суды және ауадағы көмір қышқыл газын бойына сіңіреді. Хлорофилл оларды өсімдік үшін қорек болатын қант пен крахмалға айналдырады. Хлорофилл жасау үшін өсімдікке жарық керек. Егер ұзақ уақыт жарық түспесе, онда жапырақтарда хлорофилл түзілмейді. Сонда өсімдік солып, жапырақтары сарғайып кетеді. Өсімдіктер солып қалса не болады? Өсімдіктер солып өспейтін болса, жер бетінде тіршілік те болмайды. Неліктен? Себебі өсімдіктер ауадағы көмір қышқыл газын сіңіреді де оттегін бөліп шығарады. Барлық жан-жануарлар, адамдар оттегімен тыныс алатынын білесің. Түсінікті. Енді мына сәбіз де өспей солып қала ма? Жоқ, біз оны жауып қалған темірді алып тастадық. Енді олар бір-екі күнде жап-жасыл болып, қайта қалпына келеді. Қайталайық. Өсімдік мүшелері. Өсімдіктің тамыры, сабағы, жапырағы, гүлі болады. Өсімдіктің өсуіне қажетті заттар тамырына жиналады. Өсімдіктерге өсу үшін ылғал, қорек, ауа, жылу және жарық қажет. Өсімдік су мен ауадағы көмір қышқыл газын бойына сіңіреді. Жапырағындағы хлорофилл деген зат оларды өсімдік үшін қорек болатын қант пен крахмалға айналдырады. Егер өсімдіктер ауадағы көмір қышқыл газын сіңіріп, оттегін бөліп шығармаса, жер бетінде тіршілік болмайды. Сонымен өсімдік мүшелері тамыр, сабақ, жапырақ, гүл және жеміс. Әр қайсының атқаратын қызметі болады. Және біреуінің атқаратын қызметін екінші мүше атқара алмайды. Тамыр өсімдікті топыраққа бекітіп ұстап тұрады. Өсімдік тамыры арқылы суды сіңіреді.
Сондай-ақ топырақтағы пайдалы заттарды да өсімдіктің бойына сіңіреді. Өсімдіктің келесі мүшесі сабақ. Сабақта өсімдіктің басқа мүшелері орналасады. Сабақтың тағы бір маңызды қызметі ол өсімдікті тік ұстап тұрады. Сондай-ақ сабақтың тағы бір маңызды қызметі ол тамырдан алынған пайдалы заттарды өсімдіктің басқа мүшелеріне жеткізеді. Әр өсімдіктің жапырағына тән өзіндік пішіні, түсі мен көлемі болады. Өсімдік жапырақ арқылы тыныс алады және жапырақ күн сәулесін сіңіреді. Өсімдіктің ең әдемі мүшесі ол гүлі. Гүлі түрлі түсті, әдемі, хош иісті болады. Бунақ денелілер өсімдікті гүлі арқылы таниды. Біз адамдар да өсімдікті гүлі арқылы ажыратып жатамыз. Өсімдіктің гүлінде жеміс пайда болады. Жеміс өсімдік тұқымын зақымданудан, қатып қалудан не құрғап кетуден сақтайды. Жемістерді жануарлар қорек етеді. Адам өсімдіктің жемісі мен тұқымын тамаққа, мал азығына, медицина мен өнеркәсіпте пайдаланады. Өсімдіктің гүлінен жеміс пайда болады. Өсімдіктердің жемістері бір-біріне ұқсамайтын, әртүрлі болады. Мына суретте сен жидектерді көріп отырсың. Олар құлпынай, қырыққабат, қараөрік, шие. Енді балалар, мына өсімдіктердің жемістеріне назар аудар. Анар, асқабақ, ананас, бұршақ, киви. Көрдің бе? Олар әртүрлі. Бұл өсімдіктердің жемістері. Өсімдіктің тұқымы оның жемісінің ішінде дамиды. Мына суреттерге қарасаң, әр өсімдіктің ішіндегі тұқымдарын байқай аласың. Сонымен балалар, мына тапсырманы орындап көрейік. Өсімдік мүшелерінің қызметтерін анықтайық. Гүл әдемі де хош иісті. Сонымен өзіне бунақ денелілерді шақырады. Жеміс тұқымды қорғайды. Сабақ су сіңіреді, су өткізеді. Жапырақ арқылы өсімдік тыныс алады. Тамыры топырақтан суды сіңіреді. Міне, өсімдіктің әр мүшесі өз қызметін атқарады. Балалар, сендерге үйге тапсырма зерттеу жұмысы. Бөлме гүлінің бір сабағын мұқият кесіп алып, суға салып қой. Гүлдің сабағының неше күнде тамырлайтынын байқап көр. Не байқағаныңды дәптерге түртіп ал. Сонымен балалар, сабағымызды қорытындылайық. Өсімдік тірі ағза. Оның тіршілік етуіне әр мүшесі маңызды. Өсімдік тамыр, жапырақ, сабақ, гүл, жемістен тұрады. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыз.